Менде өзімнің коллегам бар, жолдасымен өте жақсы қарым-қатынаста тұрып келді. 25 жыл өмір сүрді бірге. 25 жылдың ішінде бала шағалары өсті, өнді, жақсы семья болып тұрды. Бірақ аяқ астынан ешқандай несіз, ауырмай, сырқамай, мезгілсіз жолдас қайтыс болып кетті. Ал әйел адам өмірінде жұмыс жасамаған. Дипломын алған, 2 жыл жұмыс жасаған, одан кейін декретте отырған, бала шағасына қарап отырған. Мезгілсіз қайтыс болғаннан кейін әйел адам не істерін білмей қалды. Уже ол жұмыс жасай алмайды. Балалары болса уже мектеп бітіретін шаққа жетіп қалды. Барлығы қазір өте қымбат, білесіздер өздеріңіздер. Бір баланы оқытуының өзі кем дегенде айына 1 миллион керек. Сондай жағдайға түсіп қалды. Сол жағдайда жаңағы жасап қойған 2 үйінен инвестиция ретінде бала шағасын асырап, ары қарай күнін көрді, өзі жұмысқа шықты деген сияқты ғой. Сондай жағдайлар болып қалуы мүмкін өмірде. Әртүрлі жағдай болады өмірде. Сол себепті бір жақты қарауға болмайды.